Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналда тексерілген және өзім күнделікті өмірде қолданылатын рецепттермен бөлісіп отырамын. Қай рецепт алсаңыз да сізде бірінші реттен ақ шығатын болады. Менімен бірге жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Бүгін айран қосылған кекіс жасаймыз. Қант пен жұмыртқаны қосып, осылай аппақ болғанша миксерлейміз. Әрі қарай сұйық майды айранды қосып, тағы да 2-3 минут араластырамыз. Одан әрі құрғақ құрамды ингредиенттерді қосамыз. Онға шым-шым тұз және қопсытқыш қосып, осылай араластырамыз. Бұндай араластырулар ұн түйіршіктеріне оттегін береді, ал ол өз кезегінде қамырдың жақсы көтерілуіне ықпал етеді. Әрі қарай сұйық массаға құрғақ құрамды 2 рет бөлу арқылы қосамыз. Бір келкі масса болғанша осылай миксермен араластырып аламыз. Құрамына керек өнімдердің мөлшерін видео астындағы сипаттамадан қараңыз. Сұйық қамырды формалардың жартысына дейін құйып шығамыз. Әрі қарай алдын ала қызып тұрған пеште 110 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пісіру уақыты мен градусын өзіңіздің пешіңіздің қуаттылығына қарай бағдарлаңыз. Міне кекісіміз де пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай іші толық піскен және жұмсақ болып шықты. Мен әсемдік үшін одан әрі кекістің бетіне кокос стружкасын, шоколад, конфетти және миндальные слайсы қолдандым. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма жазылып, колокольчикті басып қойыңыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Сіздермен болған Дана Абдыманап, келесі рецептте кездескенше.